Біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, әлеуметтік желінің ғаламтордың дамып тұрған кезеңі. Сондықтан бұл кезеңде осы әлеуметтік желіде әртүрлі курстарды, әртүрлі дәрістерді беріп жүрген азаматтар баршылық. Бірақ діни ақпаратты біз тек қана белгілі тексерілген дерек көздерден ғана алуымыз керек. Ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты болған барлық деңгейдегі мешіттер менен ұстаздар деп айтқан болар едім. Екіншісі, бөгде атты деп айтсақ та болады. Аты бар, заты жоқ, заты бар, аты жоқ. Көрінген сайттардан, көрінген жерден білім алатығын болсақ, біз түбі адасуға алып келеміз. Бұрын мінбер тек қана мешітті мінбер еді. Бізде бақылау жеңілірек болатын еді. Қазір мына әлеуметтік желіде мінберге айналды. Сондықтан осы мінберді өзіндік саясатын, өзінің теріс білімін, немесе мемлекетімізге қарсы болған келіспейтін жерлерді, басқа да мазхабтарды атын жамылып, сәләфилік басқа да ағымдарды таратып жүрген азаматтар баршылық. Сондықтан осылардың ісін тоқтау болу үшін мен баршаларыңызды арнайы дерек көздерден немесе танитын ұстаздардан ғана дәріс алуға, білім алуға шақырамын.